Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі сабағы. Пән оқытушысы мен Молдағалиева Мөлдір Маратқызы. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Балалар, экраннан қандай сурет көріп тұрмыз? Осы суретке қарап, бүгінгі сабақтың тақырыбын болжай аламыз ба? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыз жолда жүру ережелеріне байланысты болмақ. Сабақтың тақырыбы жол белгілерін білеміз бе? Сабақтың мақсаты жол белгілері туралы мәлімет алу, сын есімнің құрамына қарай түрлерін білу, сюжетті сурет желісі бойынша әңгіме құрастыру. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін келесі мәтінді мұқият қарап тыңдаймыз. Жол белгілері. Жол апаттарын көп болдырмау үшін жол қозғалысы ережелерін жетік білуіміз керек. Жол белгілері көлік қозғалысын реттеу және көлік жүргізуші мен жаяу жүргіншіге маңайдағы жол жағдайы жөнінде ақпарат беру мақсатында көше мен жол бойына қойылатын арнайы белгілер. Жол белгілері 7 топқа бөлінеді. Ескерту белгілері, басымдылық белгілері, тыйым салу белгілері, міндеттеу белгілері, ақпараттық көрсеткіш белгілері, қызмет көрсету белгілері және қосымша тақтайшалар. Осылардың кейбіріне тоқталайық. Ескерту белгілері жолдың қауіпті бөлігінің жақындағанын хабарлайды. Ол айналасы қызыл жолақпен көмкерілген, ақ түсті, тең қабырғалы үшбұрыш түрінде жасалынады. Міндеттеу белгілері жиегі ақ жолақпен көмкерілген, көк түсті, пішіні дөңгелек не тік төртбұрыш болып келетін 18 белгіден тұрады. Балалар, мәтіннің мазмұнын толық түсінген болсақ, осы мәтіннің 3-ші бөлімінен сын есімдерді тауып көрейікші. Ол үшін бірінші сын есім дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Сын есім дегеніміз заттың сынын, түрін, түсін, сапасын білдіріп, қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Ендеше балалар, мәтіннің соңғы бөлімінен сын есімді табыңыздар. Балалар, мәтіннен сын есімді тапқан болса, экрандағы дұрыс жауаппен салыстырып көріңіздер. Қауіпті, қызыл, қандай, ақ, тең қабырғалы, ақ, көк, дөңгелек және тік төртбұрыш сынды сын есімдерді сіздердің де дұрыс тапқандарыңызға сенімдімін. Балалар, біз сын есім туралы бастауыш сыныптан бері білеміз. Ал бүгінгі сабағымызда сын есімнің құрамына қарай түрлерін үйренетін боламыз. Сын есім құрамына қарай 2-ге бөлінеді. Дара сын есім және күрделі сын есім. Дара сын есім бір ғана сөзден тұрып, заттың сындық белгісін білдіреді. Мысалы, қызыл, бойшаң, әдемі. Аты айтып тұрғандай, дара сын есім бір ғана сөзден тұрады екен. Ал күрделі сын есім кемінде 2 сөзден тұрады. Мысалы, ақ киімді, әдемі, өте жақсы. Күрделі сын есімдер 2 бөлек жазылады, бірақ оған бір ғана сұрақ қойылады екен. Балалар, сын есімнің құрамына қарай түрлерін меңгергенімізді тексеру үшін мен сіздерге келесі тапсырманы ұсынамын. Берілген сын есімдерді құрамына қарай 2 бағанаға бөліп жаз. Балалар, ендеше тапсырманың дұрыс жауабына назар аударайық. Дара сын есім жасыл, тәтті, ақылды, биік. Күрделі сын есім өте дәмді,
тап-таза, қара торы, сары ала. Балалар, сендердің де тапсырманы дұрыс орындағандарына сенімдімін. Балалар, сабағымыздың 3-ші мақсатына жету үшін келесі тапсырманы ұсынамын. Сюжет желісі бойынша әңгіме құрастырыңыздар. Ол үшін бірінші есіңізге түсірейік. Сюжет дегеніміз не, балалар? Сюжет дегеніміз өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі. Ендеше балалар, экраннан көріп тұрған жолда жүру ережесіне байланысты сюжетті суреттерді мұқият қарап, әңгіме құрастырыңыздар. Балалар, экранда өздеріңіз секілді мектеп оқушыларының сюжетті сурет желісі бойынша құрастырған әңгімесі. Сақ бол, балақай. Алуа, Мансұр, Аян үшеуі жол жиегінде ойнап келеді. Жол сақшысының ысқырған белгісіне де мән бермеді. Кенеттен Аянның добы скейтбордта келе жатырған Мансұрдың аяғына тиіп, Мансұр құлап қалды. Қарама қарсы келе жатырған Алуа тоқтай алмай, ол да құлап түсті. Балалардың қауіпсіздігін ойлаған көлік жүргізушілерінің көліктері де қаз-қатар соғылды. Жол сақшысы мән-жайды балаларға түсіндірді. Балалар өз қылықтарына ұялып, енді қайталамауға уәде берді. Балалар, мен сіздердің бұдан да керемет мәтін жазғандарыңызға сенімдімін. Балақай, егер де сен бүгінгі сабақта жол белгілері туралы біліп, сын есімнің құрамына қарай 2 түрін меңгеріп, және сюжетті сурет желісі бойынша әңгіме құрастырған болсаң, ендеше сен бүгінгі сабақтың мақсатына 100% жеттің. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ал сіздер жолда жүру ережесін ешқашан ұмытпаңыздар.